Сәлем, құрметті көрермен. Бүгінгі сабақта мен н мен ңды ажырату бойынша практика жүргізетін боламын. Бұған менің көмекшім, құрбым Ару болады. Сәлем. Ең алдымен н мен ңның дыбысталуын айтатын боламыз. Н дыбысын айтқанда, мен айтып кеткендей, тіл алға қарай шығып, тіске қарай тиеді. Мен айтатын боламын, Ару қайталайды. Осылайша біздің практикамыздың орындалуын сіз көретін боласыз. На дегенде осылай тіске тиеді. На. Иә. Ал ң дыбысын айтқанда дыбыс тереңірек шығады және тіліміз артқа қарай шегінеді. Тісіміздің ортасымыздан тіл көрінбейді. Иә, осылай. Қазір н дыбысына мысал келтіретін боламын. Мен айтам, менің көмекшім қайталайды. Осылайша біз н дыбысын дұрыс айтылуын көреміз. На. Не. Ну. Ендігі ң дыбысын байқайық. Ң дыбысын айтқанда тіліміз артқа қарай шегінеді. Біз осы дыбысты тереңірек айтуға тырысатын боламыз. Наң. Иә. Нің. Осылайша саған тіл артқа кеткенін сездің бе? Иә. Осылай ң дыбысы айтылады. Ендеше екінші жолы біз нақты сөздермен көретін боламыз. Міне н әрпімен мен, сен, ана, сана, ал ң әрпен таң, жана, көңіл, жаңбыр. Қайтала. Мен, сен, ана, сана, таң, жана, көңіл, жаңбыр. Айта отырып, тілдің қайда орналасқанын бақыладың ба? Иә. Жарайсың. Ендеше осының барлығын практиканы қорытындылай отырып, сен н мен ңды айыра алдың ба және осы айырмашылықта не байқадың? Менің ойымша ң мен ны айыру өте оңай. Тек қана ережелерді сақталу керек және ңды айтқанда тіл артқа қарай шегінеді, ал ны айтқанда керісінше алға қарай. Осылайша н мен ңды бізбен бірге оңай ажырат. Сау бол. Сау бол.